Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок 3. Моя родина Казахстан. Отаным Казахстаным. Моя малая родина. Послушай заголовок текста. Он называется «Родная земля». Предположи, о чем может пойти речь в тексте. Послушай весь текст. Мына мәтінді оқып, не туралы айтылғандығын түсініп алуымыз қажет. Наконец наступил долгожданный день, когда Анар с папой отправились в аул. Анар әкесімен ауылға баратын күнді асыға күткен еді. Сол бүгін жетті. Во дворе первым их встретил дедушка. Ауылда оларды ең алдымен атасы күтіп алды. Петроветой улыбаясь, дедушка объявил: «Сегодня я познакомлю Анар с землей, на которой она родилась». Атасы келгеннен кейін, бүгін мен Анарды өзінің туған жерімен таныстырам деп айтты. «А где я родилась?» – спросила девочка. «Мен сонда қайда туылдым?» – деп сұрады Анар. «Вон, под той горой, Аққыз, стояла какая-то зимовка. В трудные дни мы переждали там буран и непогоду», – объяснил дедушка. «Анеу, Аққыз деген таудың артында біздің қыстайтын қыстауымыз болатын. Сол уақытта боранды біз күтіп сол үйде болған едік. Однажды в весенний день к нам гости приехали твоя мама». Бір күні, көктемнің бір күнінде сенің мамаң бізге қонаққа келді. Там ты и родилась. Және сен сол жерде туылдың. «Никогда не забывай свою малую родину», – добавил дед. «Ешқашан өзінің кіші отаныңды ұмытпа», – деді. «Родная земля дает силу тому, кто о ней помнит. Расти крепкой, внученька». Өзіңнің туған жеріңді ұмытпа, қызым. Денің сау болсын, деді. «Я обязательно стану сильной, дедушка. Вырасту и буду помогать тебе трудиться на земле», – обещала она и побежала навстречу ветру своей родины. «Міндетті түрде мен мықты боламын, денім сау болады», – деді Анар. «Мен өскенде саған көмектесемін», – деп ала-құша далаға қарай жүгіріп кетті Анар. Енді мына осы жаңағы мәтінге байланысты жаттығулар берілген екен. Яғни состав, рассказ по вопросам. Сұрақтарға байланысты сұрақ қой. Где находится твоя малая родина? Сенің кіші отаның қай жерде? Яғни сен қай жерде туылдың? Как называется твой поселок, город? Қай жерде сен тұрасың? Қалада тұрасың ба, ауылда тұрасың ба? Атын жазуың керексің. Что есть на твоей малой родине? Сенің отаныңда не бар? Көшеңнің аты қандай? Қандай ескерткіштер бар? Қандай табиғаты қандай? Таулы аймақ па, жазық аймақ па? Қандай памятниктер бар? Яғни сіздің ауылдан, қаладан қандай батырлар шыққан, қандай ақын жыраулар шыққан екен, сол туралы сұрап білсең болады. Как ты бережешь свою малую родину? Сен өзің отаның үшін не істеудесің? Яғни жеріңе ағаш егесің бе, гүл өсіресің бе, мысалы тазалықта ұстайсың ба, сол туралы жазу керек. Осы мен айтқан сұрақтарға байланысты өзіңнің мәтініңді құрап жаза қой. Енді мына жерде бізде еске түсір деген ереже жазып қойыпты. Яғни рассказ состоит из предложений, связанных по смыслу общей темы. Яғни біз бір тақырыпқа байланысты сөйлемдерді жазамыз. Яғни бір-бірімен мағынасы келетін, ұқсайтын сөйлемдерді қосқан кезде мәтін шығады. Предложения бывают повествовательные, вопросительные и восклицательные. Сөйлемдер хабарлы сөйлем болады, сұраулы сөйлем болады, және лепті сөйлем болады. Яғни хабарлы сөйлемнен кейін, яғни повествовательный сөйлемнен кейін точка қойылады.
Вопросительное предложение. После ставится вопросительный знак. Сұрақ белгісі қояды вопросительныйдан кейін. Ал восклицательный знак, ол восклицательный предложениеден кейін қойылады. Енді упражнение 3. Объясни смысл пословицы. Сөйлемнің мақалдың мағынасын түсіндір. Кто любит малую родину, тот любит планету Земля. Мақалды дәптерге көшіріп жазамыз. Неге леп белгісі тұр деп ойлайсың? Яғни, кто любит малую родину, тот любит планету Земля. Кім өзінің кішкентай ғана туған жерін жақсы көрсе, сол бүкіл жер планетасын жақсы көреді деген сөз. Яғни, әрбір жерге деген махаббат, ол үлкен планетамызға да өзінің жақсылығын әкеледі. Арқарай, упражнение 4. Чтение параля. Яғни қасындағы балалармен диалог ретінде бөліп оқысаң болады. Санат. Где ты отдыхала летом? Санат, сен қайда демалдың? Я провел свои каникулы у дедушки и бабушки в селе Курык, Атырауской области. Мен өзімнің жазғы каникулымды атам мен әжемнің үйінде өткіздім. Олар Атырау облысындағы Құрық ауылында өмір сүреді. Это родина моего папы. Бұл ауыл менің әкемнің туған жері. А где ты отдыхал, Ерлан? Ал сен қайда демалдың, Ерлан, деп сұрайды Санат. Я отлично провел время в городе Капшагай, Алматинской области. Это родина моих родителей. Мен өзімнің жазғы демалысымда Алматы облысында Қапшағай қаласында өмір сүрдім. Ол менің әкем мен шешемнің отандары. Я много плавал и катался на велосипеде. Мен көп жүздім және велосипед тептім дейді. Выпиши название малой родины родителей Саната и Ерлана. Бізде, яғни, Санат пен Ерланның әке-шешесінің туған жерлерін жазып шығамыз. Яғни, Санаттың әкесі, Атырауская область, селе Курыкта туылған екен. Ерланның мамапасы Алматинская область, город Капшагай. Родился там родились. Какие знаки препинания ты встретил в этом тексте? Мына мәтінде сен қандай знак препинанияны байқадың? Яғни, нүкте байқадың ба, леп белгісін, сұрақ белгісін, соларды көрсетіп шық. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды, балалар. Сабақ ұнаса, лайк басуды ұмытпайық, каналымызға подписаться етейік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.